1 наурызда өңірлік кадр резервіне іріктеу басталады. Резервтің мақсаты өңірлік жас басшылар пулын қалыптастыру. Жобаға 35 жастан аспаған, жоғары білімді және кемінде 3 жыл жұмыс тәжірибесі бар Қазақстан Республикасының азаматтары қатыса алады. Іріктеу нақты салалық бағыттар бойынша жүргізілетін болады. Салалық бағыттардың тізбесі мен резервшілер санын өңірдегі әлеуметтік экономикалық жағдайды және мемлекеттік басқару жүйесін дамытудың басым бағыттарын ескере отырып, өңірлік кадр комиссиялары айқындайды. Өңірлік кадр резервіне қатысу үшін сайтта өтініш беру қажет. Одан кейін заңнаманы білуге және жеке қасиеттерін бағалауға тестілеуден өту керек. Тестілеу Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы және оның филиалдарының тестілеу залдарында офлайн форматта өтеді. Әрі қарай сарапшылар үміткердің құзыреттерін топтық және жеке жаттығулардың қорытындылары бойынша бағалайды. Өңірлік комиссияларда құрылымдық сұхбат кезеңінде үміткерлер өз жобасын таныстырады. Барлық кезеңдердің қорытындысы бойынша өңірлік кадр комиссиясы отырысында өңірлік кадр резерві қалыптастырылады. Өңірлік кадр резерві өңірдің дамуына өз үлесіңді қос.